Сәлем баршаңызға достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге варикозды веналарды үй жағдайында емдеудің оңай әрі тиімді халықтық емдеу әдістерімен бөлісемін. Кеңестердің бірі болмаса бірі пайдаңызға жарар деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын. Варикозды веналарды халықтық емдеу әдістерімен емдеу өте кең таралған тәжірибе болып табылады. Хирургиялық араласуды болдырмау үшін аурудың алдын алуды алғашқы белгілер пайда болған кезде бастаған дұрыс. Варикозды веналарды шөптермен, майлармен және массажбен емдеу тромбоз қаупін айтарлықтай төмендетеді және аурудың ағымын жеңілдетеді. Соның ішінде ауырсыну синдромын жою және тамырлардың жағдайын жақсарту және олардың қабырғаларын нығайту арқылы тамырлар арқылы қан ағымын ынталандырады. Бірінші әдіс. Варикозды тамырлар үшін алма сірке суы. Табиғи алма сірке суы қосылған компресстер варикозды тамырларды үйде емдеу ретінде өзін дәлелдеді. Кәдімгі дүкеннен сатып алынған алма хош иісті сірке суы жұмыс істемейді. Бізге қажетсіз ингредиенттер жоқ, табиғи өнім қажет. Алма сірке суы қан тамырларына арналған нағыз сағыз эликсирі болып табылады. Ол кернеуді, аяқтардағы ауырсынуды жеңілдетеді, ісінуді жояды. Дегенмен компресстердің әсерін көру үшін кем дегенде 3-4 апталық курс қажет. Варикозды веналарды алма сірке суымен қалай емдеуге болады? Сірке суын 1:1 қатынаста сумен сұйылтыңыз. Дәке немесе орамалды сулаңыз және аяқтың қалаған, яғни ауыратын аймағына жағыңыз. Таңғышпен бекітіп 20 минутқа қалдырыңыз. Қолданар алдында сізде аллергия жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Процедура барысында біз аяғыңызды көтеріп жатуыңызды ұсынамыз. Сірке суын шаюдың қажеті жоқ. Әсерді бағалау үшін бұл әдісті 1 ай бойы аптасына 3-4 рет қолдануға болады. Екінші әдіс – ысқылау. Сірке суына дәке немесе мақта жастықшасын жібітіп алып, композицияны дөңгелек массаж қозғалыстарымен проблемалы аймақтарға жағыңыз. Толық құрғатыңыз. Жууға болмайды. Процедураны күніне 2-3 рет орындау ұсынылады. Келесі әдіс – ақ қырыққабат. Бұл ауыл шаруашылық дақылында қолданылатын көкөніс қана емес, сонымен қатар варикозды емдеу үшін қолданылатын нағыз табиғи емші. Варикозды тамырларға қалай көмектеседі? Қырыққабатта күрделі түрде әрекет ететін және варикозды тамырлармен бірге жүретін ісінуді, ауырсынуды және қызаруды жеңілдетуге көмектесетін пайдалы микроэлементтер мен витаминдер бар. Дайындау үшін қырыққабат жапырағы және бөлме гүлі каланхоэ қолайлы. Бұл варикозды веналарды емдеудің ескі және тиімді әдісі. Қырыққабат жапырағын қайнаған суға салып жұмсағаннан кейін суытыңыз. Каланхоэ сабақтарын үккіште ұнтақтаңыз немесе ет тартқыштан өткізіңіз. Алынған қоспаға 1 ас қасық крахмал қосыңыз және жақсылап араластырыңыз. Алынған қоспаны қабынған жерге жағып, үстіне дайындалған қырыққабат жапырағын салып, оны таңғышпен еркін бекітіңіз. Жақсы әсер ету үшін оны жай ғана жылы шарфпен орау керек. Бал қосылған қырыққабат. Компресс жасау үшін қырыққабат жапырағын қайнаған сумен өңдеп, үстіне бал салып, 5-6 сағат бойы ауырған жерге таңып қойыңыз. Келесі әдіс сабын, яғни құрамда хош иістендіргіштер, бояғыштары жоқ, кәдімгі қара сабын 72%. Бұл табиғи өнім, оның құрамында 72%-ға дейін май қышқылдары бар. Олар варикозды тамырлар үшін өте маңызды антикоагулянттық процестерге ықпал етеді. Каолин, яғни ақсаз, ол қан тамырларының қабырғаларын нығайтып қана қоймай, сонымен қатар терінің жалпы жағдайына оң әсер етеді. Натрий ісінуге қарсы. Сабын барлық артықшылықтарына қарамастан аллергия беруі мүмкін, сондықтан оны дәрілік препараттарды дайындау үшін қолданар алдында қарапайым сынақтан өту керек. Ол үшін көбіктелген сабын композициясын шынтақтың иілісіне жағып, кем дегенде 10 минут бойы дененің реакциясын қадағалаңыз. Дайындау үшін
10 ұнтақталған аспирин таблеткасы және 1 стакан арақ құйып, қараңғы жерде 2 сағатқа қалдырыңыз. Кішкене сабынды майдалап үккіштен өткізіп, композицияға қосып, ерігенше араластырыңыз. Дайындалған композицияға мақта тампондарын малып, варикозды тамырлармен зақымдалған жерлерге жағып, аздап жану сезімі пайда болғанша ұстаңыз. Оны таңып қойсаңыз да болады. Көптеген дәрігерлер мойындаған кір сабынының оң әсеріне қарамастан, оған сиқырлы ем ретінде сенбеу керек. Егер варикозды веналарды көрсететін белгілер пайда болса, сіз дереу флебологтан көмек сұрауыңыз керек. Егер сіз сауығуды тездету үшін сабынды қолданғыңыз келсе, бұл қадамды дәрігеріңізбен талқылау керек. Сіздермен бөліскім келген осылар еді, пайдаланып көріңіздер, ем болсын. Келесі видеода кездескенше.